жариялаймын. Еркін форматта өткізсек деген ұсынысымыз бар. Алғашқы сөз кезегі Аманат партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалының атқарушы хатшысы Сахмалиев Азамат Сахмалиұлына береді. Қайырлы күн, құрметті партияластар. Енді біріншіден баршаңызды көргенімге өте қуаныштымын. Қадыржан Орынбасарұлы, бастаған біздің ауданымыздың партияластарымыз енді жалпы күнге келген себебіміз мүшел әріптестерімізбен ауданның активімен кездесіп қандай жалпы облыста партия бойынша атқарылып жатқан жұмыстар өздеріңіз күні кеше білесіздер. Біздің облысымыздың үш ауданында сайлау өткен болатын. Үш ауданның аудан әкімдері біздің партиямыздан ұсынылған болатын. Бұл жерде енді партия тарапынан көптеген үлкен халықтың алдында уәделер қойылды, қандай жұмыстар атқарылатынын алдымызға көп жылдар ішінде. Сондықтан бүгінгі келген себебіміз жалпы партиямыз бойынша атқарылып жатқан жұмыстар бір-бірімізбен әңгімелесіп ашық форматта дегендей. Жер аманаты бағдарламасы жобасы, ауыл аманаты, қарызсыз қоғам жобалары сәтті іске асырылып келе жатыр. Жастар арасында таза лайық белсенділік алынды. Аманат партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалының ұйымдастыру бақылау бөлімінің меңгерушісі Төлемұрат Жанғалиұлы. Басқа аудандарға шығып келдік. Мінекей енді жол түсіп, осы Қаратөбе еліне де өзіміздің атбасымызды тіреп отырық. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Мына келе жатқан үлкен мерекелеріңіз құтты болсын. Біз сіздердің жұмыстарыңызға әбден қанықпыз, көріп келе жатырмыз. Енді облыстық филиал болғасын, барлық жаңағы соттық ақпараттың барлығын жинап отырмыз. Енді әрқайсыңызды осы 100-100 танымағанмен әлеуметтік желі бар, бізге тапсырылатын есептер бар, солардан әрқайсыңызға қанықпыз. Сондықтан енді сұрақтарыңыз болса, болмаса осы партияның жұмысын алдағы уақытта сіздердің тараптарыңыздан былай дамытайық деген ой пікірлеріңіз болса, қысылмай, еркін түрде жұмыстан жиылмай береміз деп отырғанға, мен партияға ретінде біздің қолға түскенше оларды. Жоқ, беріп жатырмыз. Берсе дұрыс. Рахмет, өте орынды ұсыныстарыңыз, ағасы жазып алып, көтеріп отқан мәселелеріңіз орынды. Манағы сайлау кезіндегі мәселелер, партия мүшелікке кіргізу, манағы айтылып отқан 20% қазір беріліп жатыр. Біздің депутаттарымыз, біздің жаңағы сол жерде халықтың ортасында отыратын бірден-бір адамдарымыз, әкім мен жаңағы депутат қой енді сол жерде. Біздің жастарымыз бар, басқа да жаңағы мектептің директорлары отырмыз деді, мысалы, халықпен жұмыс жасап отырған. Сол тығыз байланыста болсақ, әр жағында халық бізде ештеңе сұрап отырған жоқ. Бізде ешкімнен сұрап отырған жоқ қазір. Бізде просто жаңағы өзіміздің деңгейімізде тиісті жаңағы инфраструктураны, жаңағы суымызды, газымызды, жолымызды, сондай мәселелерді шешіп отырсақ, әр жағында халық қазір уже бағытталып келе жатыр. Еңбекқорлық бар. Биылдың өзінде де мысалы ауыл аманаты бағдарламасында біз ауданда уже келесі жылға уже қанша ақша 500 миллиондай ақша сұрап отырмыз. Биыл тек қана 100 миллион алғанбыз. Уже халық ұмытылып тұр жаңағыдай. Өздерінің өндірісін ашқысы келеді жаңағыдай. Кеше облыста бір жақсы жаңа бағдарламаға біздер сұраныс беріп қойдық. 5000-ға дейін жаңағы аткормочный площадка дейді. Жыл ішінде қызметіміз, партиямыздың қызметін жақсы атқарып келген бастауыш партия ұйымдарына, біздің партияластарымызға рахметіміз бар. Алғыс хаттарым соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Қосымша ақпарат беріп өтейінші, бізде бұл кедергісіз келешек партиялық жобасы аясында жыл сайын осы барлық номинанттарға Астана қаласында ұйымдастырылған арнайы қордың президенті барлығына осылай үлкен алғысын білдіріп алғыс хат беріп жүрген. Соны бүгін енді бүгінгі сәтті пайдаланып бізде табыстап жүріп жатырмыз. Онан кейінгі алғыс хат осы біздің партиямыздың осы дәл осы Қаратөбе ауданындағы жұмысын жандандыруға белсене қатысқан бірқатар азаматтарға беріледі. Құрметті Нұрзия Абылайқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жиынды жабық деп жариялайды.